Ассалаумағалейкум, бисмилля деп видеомызды бастайық. Бүгінгі видеода осы төсектің басын қаптайтын болам. Байқап тұрғандарыңыздай кожзамнан жасалған, барлығы түсіп жатыр. Енді мен оны қарапайым материалмен қаптайтын болам. Әрине каретный стяжканың екі түрлісі бар. Біреуі жаңағыдай бүктеп қайырып отырып жасау түрі, екіншісі осылай әрқайсысын жеке-жеке тігіп қаптау үлгісі. Енді әрине қайырып жасаған жеңілірек болар еді, бірақ мен осылай өзінің заводской нұсқасы бойынша әрқайсысын осылай тігіп жасайтын болам. Оның себебі осыны осылай тұтастай қаптап болғаннан кейін төсектің басына бекітетін боламыз. Сол төсектің басында осы ДВП-мызға размеріне сай ойық бар. Егерде мен каретный стяжканы қайырып бүктеп жасайтын болсам, мына шет жақтарына келген кезде материалдарымыз 4 есе қалыңдап, жаңағы ойыққа сыймай қалуы мүмкін. Сондықтан осылай тігуге тура келеді. Әрине осы материал бекіткен ДВП-ның размерін сәл кішірейтіп те каретный стяжка жасауға болады, бірақ ол үшін оның размерлерін бәрін тура есептеп шығару керек болады. Егерде тура келтіре алмай қалсақ, ол жерлерде шел болып қалуы мүмкін. Сондықтан осылай жасайтын болам. Сіздер де қаптасаңыздар, осы жағын ескере кетіңіздер дегім келеді. Материалымызды осылай ромбик қылып сызып аламыз. Қазір тағы да сызатын жерлері бар, соны көрсететін болам. Материалымызды ромбик сызып болғаннан кейін осылай тағы да сызып шығатын боламыз. Осындай шаблонды қойып, осылай ромбиктің жан-жақтарын сызатын боламыз. Ол не үшін керек? Мінекей мына жердегі сызыққа бүктеп, осы овальный сызығымызды тігіп шығатын боламыз барлығында. Сонда каретный стяжкамыз негізі сыртқа қайырылатын болса, осыны тігу арқылы каретный стяжкамыз ішке қарай қайырылатын болады. Мінекей материалымызды тігіп болдым. Мынау ішкі көрінісі, мынау бағанағы сызған жерлерімізді осылай тігіп шықтым. Ал мынау алдыңғы жақ көрінісі, енді осылардың орталарына түймелерді қойып бекітетін боламыз. Төсектің басын тігіп қаптап болдым. Жақыннан көрейік. Астыңғы жағы, жандары және үстіңгі жақтары. Енді видеоның басында айтып өткендей, каретный стяжкамызды сыртқа қайырып жасағанда, мінекей осы жерлерден томпайып, осы жасағанымызды төсектің басына орнатқан кезде өзінің ойығына кірмей қалуы мүмкін еді. Сондықтан осы заводской нұсқасы бойынша жасадым. Мінекей төсегіміздің басын орнатып қойдық. Мінекей жаңағы айтқан жерім осы, осына кірмей қалады деген жерім. Енді қазір бәрі өз орнына келіп тұр. Баршаларыңызға рахмет. Келесі видеоларда жолыққанша аман есен сау болыңыздар.